Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Жаны қазақ, қаны қазақ, барша қазақ еліне Жаңаөзеннен үндеу. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 26 мамыр. Өзен қаласында Мұратбай бауырымыздың шаңырағында бас қосу асы болып отыр. Маңғыстаудың түкпір-түкпірінен бауырлар бар, ағайын бауырлар бар. Елдің жаңашыр азаматтары жиналып бас қосып, барымыз деген мақсатта, күш бірлікте дейтін мақсатта бас қосып асын өткізіп отырық. Бұл ағайын бауырлар өстіп бірлікті түрде кез келген шаруада бірге ат салысып, бір-бірімізді қолдап, қорғап жүрейік. Бәріңізге аян елдің болашағы қайда баратқанына. Сол себепті жақсы ниетте бас қосып, ас беріп, ақылдасып, сөйлесіп, танысып, бір болайық деп, жақын болайық деп жасалған асымыз. Ниетім жақсы, елдің болашағы үшін қолымыздан келгенше әрекеттеніп, бірігейік, күш бірліктен ескерейік деп сол бағытта әрекеттеніп отырмыз. Ал ас қабыл болсын, соңы берекелі болсын. Бас қосу асы болып жатыр. Енді бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз қазір болып жатқан жағдайларға. Ал енді мынау бүгінгі таңда болып жатқан қазақ елі үшін сұмдыққа жаңаөзендіктердің бас біріктіруін мен дұрыс деп санаймын. Болашаққа ұрпақтың Қытайға құл боларын, барлық байлықтарымызды шетке беріп, осы ұрпағымызға ештеңе қалмайтындығына халықтың бүгінгі таңда көзі жетіп тұр. Сондықтан да осыны бүкіл қазақ халқы қолдайды деген үміттемін. Енді мына болып жатқан саясатқа не дейсіз? Дұрыс па? Болып жатқан саясат тіпті дұрыс емес. Бұл саясатқа енді бәрі мемлекетке салып, заңсыз парламент қайда заң шығаратын, президентті өзі барып қол қойып келуі деген мен. Заводтарға келеміз деп жатыр. Заводпен бірге Қытай келетін болса, азғантай халық біз құрып кетпейміз дейтін қауіп бар. Енді біз не істей аламыз құрмау үшін? Құрмау үшін заңгерлер, халық бірігу керек. Сол уақытта дұрыс шешім болады деп ойлаймын. Ал Ереке, сіз міне қазақ елінің жанашыр азаматсыз. Сіздің жағдайымызды түсініп отырық, елдің жағдайын түсініп отырық. Біз қайда баратық, Ереке? Ассалаумағалейкум. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, мына қазақ халқына Қытай келу өте қауіпті. Өзімнің атынан, халықтың атынан мен осы Қытайдың Қазақстанға келіп, завод салынуына, визасыз кіруіне түбегейлі қарсымын. Оны кезінде ата-бабаларымыз да айтып кеткен. Қара Қытай кірсе, ол жақсылыққа әкелмейді. Сол себепті мен түбегейлі қарсымын. Президенттің кешегі барып келген келісім шарттарына мен келіспеймін. Визасыз кіруіне түбегейлі қарсымын. Қытай азаматтары кіріп жатқанда, олар заңды кіріп жатыр да. Ол заңдастырып беріп жатқан қазақ үкіметі. Неліктен осыншалықты ата-бабамыз айтып кеткен, қара Қытай қаптаса аман келеді деп. Соны ескере неге осындай қадамдарға барды? Ол енді жоғарыда отырған бірнеше адамның интересі бұл халыққа жасалып отырған жақсылық деп есептемеймін. Жеке бастың қамы үшін істеліп отырған жағдайлар деп. Ол атап өткенде өздеріңіз білесіздер, елімізде санаулы олигархтар бар, елдің байлығын тонап отырған, халыққа қастандық жасап отырған, мына қазақ халқының құлдырап, тозып, осындай жағдайға жеткізіп отырған, 30 жылдан бері осының бәрін істеп келе жатырған ескі жүйенің істеп отырған іс-әрекеті. Адамға күллі бәледен аман еткендерін мол дәулетіне сөйлеріңіз жаратып ішкен, баршамыз ауды беріп, абырай беріп жаратып ішкен, Құдайым беріліп атқан ниеттеріміз қабыл етіп жаратып ішкен, Құдайым баршамызға екі дүниені абырай беріп. Құран оқыдың балдар, оқи беріңіз.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت الظالم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا ربنا الكريم وقرآن قرآن صلى الله محمد Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahli baytlardan dört şadiyardan sahabadan kılmışlardık. La ilahe Muhammed Resulü'nün bağlı dil Müslümanlar yerimde ötken ata olmasa arkana başladık. Yani emin deyip kolcayı otkan zamanlardan demetken bağlılık marhumu Resulü'nün başladık. Ya Rabbana Kerim mahkumlardan. Türkçülüğünde bir mizan katilikten köyün kınırmak şeklinde ne vapuruzun keşiriyor. Ya Rabbana Kerim altında baklarına Ağayın tuğmaslarına, el yurtuna hayırlı bereke ver. Bakpen savlet ver, adaldan davlet ver, tavfahillet ver. Halkımıza tınışlık ver, elimizge amanlık ver. Otboslarımıza, kasiplerimize bereke ver. Ya Rabbi, doğularımıza kaldık ver. Allahümme firli ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve cemiyal mu'minine ve mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahiyyai min halamut inneke mecib da'vat ve minzul berekat ve rafi'u da'jad uqal hajat. Rabbena atina fid dunya hasene وفي الآخرة حسنة قنا النار برحمته الله أكبر Бірінші мәселе бұл жерде не болып тұр жаңа Қытайдың кіргеніне қарсымын мен өз қара басым мысалға. Қытайды кіргізбеу керек. Тоқаев түгелдей қарсымын саясатына. Седал 2 жылдан асты ма, неше жыл болды отырғанына? 2019-дан бері. 2019-дан бері бір Қазақстанға бір жақсылық істеген жоқ. Халық дейтін қаңғып жүр, қазақ халқы бар ғой. Не үй жоқ, не жұмыс жоқ, не жағдай жоқ. Сондай болып кетті Қазақстан, босқын болып кетті қазақ халқы дейтін. Мен қарсымын бұның саясатына. Оның үстіне әкеліп Қытайды қосып жатыр мына, Қытайды кіргізіп жатыр. Біздің қазақ кіре алмайды оған. Бірақ Қытай кіреді. Ол не деген масқара ол? Соның бәрін тоқтату керек. Депутаттар қайда қарап отыр? Кешегі өтірік сайланған жаңбыр шендер қайда? Мысалға. Солар неге шығып айтпайды? Тоқаев тоқтат деп мынада. Саясатына түгел қарсымын. Тоқаевтың. Жаңбыршинге сөйлесе аламыз ба екен біз халық ретінде Жаңбыршинмен кездесіп? Ол кісі кездеспейтін болар бізбен. Бір халықтың атынан шыққан депутат емес па? Иә, халықтың атынан шыққанымен оны дейтін халық сайлаған жоқ ол. Ар жағындағы биліктің өздерінің жаңа нелері ғой, құйдырқылары ғой бәрі дейтін. Дауыс мысалға оған дейтін көп дауыс берген жоқ, бірақ сонда да барып отырды сол жерге. Шығып айтпаймыз ол мысалға. Жаңбыршин бар, басқа облыстардан сайланған депутаттар бар. Қайда қарап отыр солар? Так что айтсын бәрі. Жиналып, қосылып тоқтату керек мынандай беспределді. Не бір құйтырқылар болып жатыр. Түсінікті. Так что осы мысалы сіз осы уақытқа дейін көпті көрдіңіз ғой енді. Енді салыстырмалы түрде бұл ең сорақысы ма, или бұдан да сорақысы басымдан өтті ма? Жоқ, мынау енді кәдімгі дұрыс сұрақ болып тұр ғой. Мынау мен қазіргі таңда айтып отқаным Қытайды кіргізуі безбез режимді алып тастау керек. Мынау дейтін қазақ халқын құрту ар жағында. Менің өзім түсінігім. Басқа білмеймін енді қандай не бұл жерде. Қандай саясат бар. Қазақ халқын құрту. Бірақ сіз сөйтіп түсінемін. Қытайдың жаңағы басшысы біздің жаңа Тоқаевпен екеуі ар жағындағы саясаттары қазақты құрту.
сондай нелер. Ал енді қазақ халқына, Маңғыстау жұртшылығына не айтасыз енді? Біз енді өйстіп қарап отыра берек пе или не істей аламыз? Жоқ, қарап отырмау керек. Мен өз қарабасым мысалға қарсымын. Қарсылығымды білдіртемін. Осы айтып отқаным сол мысалға. Кіргізбеу керек Қытайды. Қытай кірсе жаман ба ертең күніміз. Баламыз, шағамыз, аржанда өсіп жатқан балдарымыз бар, немерелеріміз бар мысалға. Олардың күні қалай болады? Қиын болады олардың күні дейтін. Ой, жақсы жағдай емес қой, Бақтияр. Жалпы бір қысқаша бір айтып жіберсем былай ғой, қазіргі уақытта да. Өткенде қаңтар оқиғасында Тоқаевқа әскерде ешқайсысы да бағынған жоқ қой. Сол уақыт ОДКБ-дан әскер кіргізді. Сөйтіп тақты сақтап қалды ғой өзінің орнын. Сондықтан ол орысқа кәдімгідей қарыздары ғой. Ал енді мына қазіргі болып жатқан Украина мен Ресейдің арасындағы соғыс күн сайын Ресейдің әлсіреп баратқанын біліп, жалмаңдап тек алдын ала сайлауын өткізіп алып, енді келіп Ресейден алшақтағысы келіп, кешегі Сензепинмен кездесіп Қытайға қарай көзін бұрып отыр ғой. Солармен себебі Путиннің санаулы күні қалды деп отыр. Қалған жерде Қытаймен достасу керек деп қайткенде де мына тақты сақтап қалды. Қазақты ойлап жүрген ештеңесі жоқ. Сөйтіп енді болашақ өз ойым 10-15 жылдан кейін Ресей деген мемлекетті таба алмаймыз біз. Ол деген бөлініп дымы қалмайды. Соны біліп, бұл тек Қытаймен достасып, кешегі Екортадағы визаны алып тастап, бір айға Қытайды кіргізіп, қарайған Қытайдың алпауыт компанияларымен өзара келісімге қол қойып, сөйтіп атқаны нағыз соның көрінісі деп есептеймін. Сондықтан баяғы ата-бабамның айтып кеткен ақыр заман жақындағанда Қытай қаптап кетеді. Дәл соған келіп жатыр ғой. Бұған әрине бәріміз қарсымыз. Бұл жерде тек қана бізге ауызбіршілік танытып, бірігуіміз керек қой. Бір-бірімізді нұқатып, кекетіп, сен сатқынсың, сен ана үкіметке жасайсың, сен тағы бірдеңенің адамысың демей, бірігу керек деп ойлаймын. Өзімнің қысқаша ойым. Мен 2009 жылы Қытайдан келдім. Астанада 4-5 жыл тұрдым. 12-ден бастап осы Жаңаөзен қаласында тұрып келе жатырмын. Қытайдың жағдайын мен жақсы білемін, өйткені мен сол жақтан туып өстім. 25 жасымда бері өттім. Қытай халқы қазақ еліне келіп визасыз кіруі негізі дұрыс болмайды. Өйткені неге десеңіз, Қытай бірінші келген жерінде өз қалай айтады? Бірінші өз мемлекетіне қаржы құю жағын ойлайды. Ең алдымен өз Қытай мемлекетін ойлайды. Қазақ мемлекетін мүлде ойламайды. Олар келіп қазақ мемлекетін дамытады, гүлдендіреді дегенге мен сенбеймін. Екіншіден дәл қазіргі кезде енді алдында 14 күн болды виза, сосын 30 күн болды. Енді 180 күнге өсірген мен олардың сондай ұзақ Қазақстанда жүруіне мен қосылмаймын. Өйткені неге десеңіз, қазіргі кезден бастап ең бірінші келмей жатып границаны алды. Границада қазақ жігіттердің жұмысын алып қойды. Екінші келді алтын келінді алды. Шымкентте алтын кен сатып алды, қазақ жігіттердің барлығын жұмыстан шығарып жіберді. Үшіншіден Өскемен жақта, Семей жақтарда газ заводтарын алды. Енді Маңғыстауға келіп тағы да енді осы Қазақстанның әр жердерінде сондай қазақтың қолынан жұмыстарын алып қойып, қазақтар жұмыссыз қалып қоя ма деген ойдамын. Үшіншіден келіп қазақ қыздарына үйленуіне қарсымын мен олар. Қазақ жеріне келіп қазақ қыздарымен әр қандай бір шетел азаматы үйленетін болса, олар сөз түрде 20 жылдан кейін азаматтық беру керек. Я болмаса осы қазақ қыздарымыз шетел азаматтарына үйленетін болса, оны сөз түрде қазақ азаматтығынан шығарып тастау керек. Сол қай жердегі жігітпен үйленді, солай қарай
көшіріп жіберу керек те. Қытай келіп енді Қазақстан жеріне келіп түрме салу өте енді дұрыс емес дүние. Өйткені Өскеменде түрме салды ғой. Енді өз қазақ елде, өз мемлекетте, өз әскери саласында барлық өздері салып алуға болатын дүние. Мына қазақ жеріне келіп түрме салу деген енді үлкен қорқыныш жағдай. Өйткені неге десең, 17-18-де Қытайда мұсылман халқын, қазақтарды барлығын көрсетпеген қорлықтар қалған жоқ олардың. Енді сол көрсетпеген қорлықты әкеп мына Қазақстан келіп түрме салып, осы қазақ елін қинай ма деген қорқыныш бар да менде. Өскеменде, Семейде, Павлодарда салады деп естідім мен. Нұреке, енді көріп отырсыз ғой қазір жағдайда. Неліктен қазір жағдайда билік халық жағына қарай шешім шығармай жатыр? Ал оның түрлі себептері бар ғой. Енді өзің білесің, біріншісі кеше қаңтар оқиғасы. Қаңтар оқиғасына көптеген қазақ елінің ішінде өте ауыр, қанша семьялардың шаңырағы ордаға түсті. Біреу бауырынан, біреу інісінен айырылды. Көптеген адамдар қамалып жатыр. Жалал болып жатқандар да арасында бар. Сосын мына адамдардың мына мемлекетке сенімсіздігі бұл бірінші. Не мақсатымыз мына Қарақытайды қаптатпау ғой, бірінші мәселе. Есі дұрыс дамыған мемлекеттер бірінші очередте Қытай мемлекетімен визалық режимді өте қатаң түрде бақылауды алады. Ал бірақ біздің мынандай кең байтақ жеріміз бар мемлекет визасыз Қытайды кіргізу деген дұрыс емес. Қытайлар миллиард. Біз бар болғаны 11 миллион қазақ, басқа ұлттарды қосқанда бір 19-20 миллион болармыз. Ал олар үшін біз дым емеспіз. Бір провинциясына да жетпейміз даже. Әңгіме жоқ. Бір-біріміздің мемлекеттің арасында жаңағы мәңгілік көрші болуымыз мүмкін. Бірақ бізде сақтануымыз керек. Өте сақтықпен бізде сондай не қылуымыз керек. Себебі ата-бабамыздың өзі сақтаныңдар деп сөйтіп не қылып кеткен, өшіріп тастап кеткен. Мысалы мына кезінде осы Қытай, ұлы Қытай стенасы дейтін бар ғой. Енді ол уақыттарда қазақтар, ол кезде қазақ деген он дейді сақтардың заманында болған ғой. Ол Еділ ханнан сақтану үшін салынған не ғой? Великий стена. Олдан бері 2000 жылдар өтті ғой. 2000 жылдан бері адамдардың қазір сана сезімі өзгерді. Қазір Қытайдың өзі қандай үлкен алпауытты мемлекет болып кетті. Біз олардың қасында ештеңе емеспіз. Сол үшін біздерге мемлекет болып, мәңгілік ел боламын десек, біз көршілермен тату және абайлап сақтықпенен араласуымыз керек. Ғазеке, не мысалы, біз бай мемлекетпіз ғой енді, бірақ неге халқын бай емес? Енді ол бай мемлекет екені енді бәрімізге де аян ғой ол. Былай қарап отқанда енді мына Менделеевтің 99 несінің элементінің барлығы бар дейді. Енді менің өзімнің ойым, жеке ойым. Бұл бізде жоғарыда отқан басшылар сол мына қазақты, халықты, ел, жер дегенді ойламайтын болып деп ойлаймын мен өзім. Өйткені байлықтың бәрін сыртқа беріп, сыртқа шығарып, бір азғантай бір болмайтын процентін беріп қояды қазаққа. Сосын, конечно, үйсіз қазақ, күйсіз қазақ, жұмыссыз қазақ. Осының бәрі осы қолдан жасалған, осылай ұйымдастырылған мәселе деп ойлаймын. Біз сонда қалай бай боламыз? Енді бай болғанда мына жоғарыда отқан басшыларды ауыстыру керек түбегейлі. Басқа ешқандай не жоқ сияқты бұл жерде. Тек сол ғана жоғарыдан бір елге, жерге жаны ашитын, жүрегінде иманы бар, елді халықты ойлайтын бір дұрыс басшы келсе, біз мен енді бір 10 жыл, 15 жыл демеймін, сол 4-5 жылдың ішінде бай мемлекеттің қатарына кіретініне сенімдімін. Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі. Жаны қазақ, қаны қазақ, барша қазақ еліне Жаңаөзеннен үндеу. Қытай елінің азаматтарының қазақ жеріне кіруіне қарсымыз.
Қытай елімен келісілген келісім шарттардың барлығына түбегейлі қарсымыз. Уран кәсіпорындарының Россияға берілуіне қарсымыз. Жоғарыда айтылған үндеуімізге барша қазақ елі және заңгерлер бірігіңдер. Асқа берекет бергей, адамға қанағат бергей, құл қуалаған қуатын бергей, Абрайым бергей. Я Раббалла қабыл етті, ұшыраққа бақ береке бергей. Аллаху акбар. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا ربنا الكريم وطبعا قرآن صلى نسيت فقال فقال محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخنا باشر أهل الزمان وشهد المفرد صحابة ومدن كمال پیغمبر من أولياء أنبياء محمد لا إله إلا محمد رسولك والد المسلم يلم ذو في الجيل بك أطاب محمد الأمين القضاء والقضاء 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 محمد لا أرنا سمعت من الكلمة محمد يا ربنا الكريم يا ربنا الكريم أرحمنا خير ذلك باقي سولك بالأطعام والأطعام حياتك halkımıza atmıştıkları yerimize amanlık ve otlasanlık aslında birike ya mucib dolarlık halkı Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban ve ahvalna ve ighfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Qiyın болып тұр бір бала шаға халыққа